Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арасындағы интеграцияның ерекшеліктері мен кезеңдері Smart Bridge сервистері ветеринарс платформасы арқылы іске асырылады. Бұл X-Road әмбебапшының жобасы кезінде Эстония Республикасының тәжірибесі негізінде іске асырылған мемлекеттік органдар мен жеке сектордың ақпараттық жүйелері арасындағы интеграцияның жеңілдетілген процесі. Жобаны құрудың мақсаты мемлекеттік органдардың бизнеспен өзара интеграциялық іс-қимылы және бәсекелестік ортаны дамыту бойынша ұйымдастыру рәсімдерін жеңілдету болып табылады. Платформада іске асырылған процестер Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы 2015 жылғы 24 қарашадағы 418 заңымен реттеледі. Заң мазмұны ашық ресурстарда қолжетімді. Оған қоса, Қазақстан Республикасы ақпарат және коммуникациялар министрінің міндетін атқарушысының 2018 жылғы 29 наурыздағы номер 23 бұйрығымен электрондық үкіметтің ақпараттандыру объектілерін интеграциялау қағидаларымен регламенттелген. Платформада жұмыс істеу алдында, сондай-ақ жалпы ақпараттық жүйелерді интеграциялау кезінде келесі ұғымдарды атап кеткен жөн. Сервис иесі. Сервис иесі интеграциялық қызметті ұсынатын ақпараттандыру объектісінің иесі. Сервис иесінің ақпараттық жүйесі деректер көзі және ақпараттық өзара іс-қимылдың бастамашысы жүйеден хабарламаларды қабылдайтын тарап болып табылады. Сервис клиенті. Сервис иесінің интеграциялық қызметін пайдаланатын ақпараттандыру объектісінің иесі немесе меншік иесі. Сервис клиенттің ақпараттық жүйесі деректер алушысы, сондай-ақ ақпараттық өзара әрекеттесудің бастамашысы болып табылады. Электрондық үкіметтің шлюзі. Бұл электрондық үкіметтің ақпараттандыру объектілерін өзге де ақпараттандыру объектілерімен интеграциялау арналған ақпараттық жүйесі. Электрондық үкіметтің сыртқы шлюзі. Бұл мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасындағы тұрған ақпараттық жүйелердің ол ортадан тыс, яғни интернет желісінде ақпараттық жүйелердің өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге арналған электрондық үкіметінің шлюзінің кіші жүйесі. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы. Ол туралы айта кетек болсақ, бұл электрондық үкіметтің ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымының кіретін және мемлекеттік органдардың олардың ведомстволық бағынысты ұйымдарының және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жергілікті ведомстволық және корпоративтік телекоммуникация желілерінің сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік талап ететін деңгейдегі сақтай отырып уәкілетті органның айқындаған өзгедей ақпараттандыру субъектілеріне өзара іс-қимылын қамтамасыз етуге арналған телекоммуникациялар желісі. Енді Smart Bridge порталындағы үрдістерді жұмыс істеу